Сәлеметсіздер ме? 10-шы сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағына хош келдіңіздер. Балалар, біз 2-ші тоқсанда 2-ші бөлімнің тақырыбы индустрияландыру, ұлттық өндіріс және сөз мәдениеті. Бүгінгі сабақтың тақырыбы түрксіб темір жолы. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді сабақтың тақырыбын жазуларыңыз сұралады. Бүгінгі сабақта меңгеретініңіз: мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдайсыздар. Балалар, суреттермен танысып, сұрақтарға жауап беріңіздер. Алғашқы пойыздардың қазіргі пойыздардан қандай айырмашылығы болды? Түрксіб темір жол торабы туралы жазылған қандай шығармаларды білесіздер? Балалар, уақыт болды, енді жауаптарыңызды тыңдайық. Кеңес одағында көлік қатынасының, соның ішінде темір жолдың маңызы айрықша зор еді. Түсті металлургия, көмір және мұнай өнеркәсібін құру көлік қатынасына айтарлықтай тәуелді болды. Түркістан-Сібір темір жолы 20-шы ғасырдың 20-30 жылдары салынған ең ірі құрылыстардың бірі болды. Түрксіб Орта Азияның мақта өсіретін аудандарын Сібір мен Жетісудің арзан астығы мен Сібірдің ағашы мен ірі қарамен жабдықтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстаннан Сібірге азық-түлік тасымалдауға, сол арқылы Сібірдің экономикалық дамуын жақсартуға жол ашты. Теміржол Қазақстан экономикасының дамуының қуатты факторына айналды. Әсіресе мал шаруашылығын және тау-кен ісін ілгері бастырды. Мақта егілетін жер аумағын шұғыл кеңейтуге, шетелден әкелінген мақта мөлшерін қысқартуға мүмкіндік туғызды. Тұрар Рысқұлов пен Тынышбаев қазақтарды теміржол жұмысына тартуға, оларды оқыту арқылы теміржол мамандарын дайындауға ерекше көңіл бөлді. Магистраль құрылысының жұмысына Кеңес одағының ірі қалаларында оқып жатқан қазақ студенттері тартылды. Тек оңтүстік бөлігінің өзінде Орта Азия мен Қазақстанның жоғары оқу орындарының 100-ден астам студенті жұмыс істеді. Түрксіб жаңа қалыптасып келе жатқан ұлт кадрларының, әсіресе құрылысшылар мен темір жолшылардың ірі ұстаханасына айналды. Олардың арасынан беделді басшылар мен танымал темір жолшылар шықты. Тапсырма: тыңдалым мәтінімен жұмыс. Балар, уақыт шектеулі. Мәтіннің тақырыбы, идеясы, мәтіннің аудиториясы, автор көзқарасы, мәтінде кездесетін тілдік оралымдар, терминдер, ұғымдар, тұрақты сөз тіркестері, мәтінде кездесетін тілдік оралымдарды қолдану мақсаты. Тапсырманы орындау үшін дескрипторға назар аударыңыздар.
Балалар, енді өзіміздің жауабымызды салыстырып көрейік. Мәтіннің тақырыбы Түркістан-Сібір теміржолының салынуы. Идеясы қазақтардың теміржол құрылысын салудағы айрықша еңбектерін насихаттау. Мәтіннің аудиториясы теміржол мамандары, мектеп оқушылары. Автордың көзқарасы экономиканың дамуындағы көлік қатынасының басты рөл атқаратындығы және 20 ғасырдағы ең ірі құрылыстың қалай басталып, қалай атқарылғандығы туралы көрсету. Мәтінде кездесетін тілдік оралымдар. Тақырып аясындағы термин сөздер: көлік қатынасы, түсті металлургия, көмір, мұнай өнеркәсібі, экономиканың дамуы, магистраль құрылысы, Түркістан-Сібір теміржолы, ірі ұстаханалар. Мәтінде кездесетін тілдік оралымдарды қолдану мақсаты: түсті металлургия, көмір және мұнай өнеркәсібін құру көлік қатынасына айтарлықтай тәуелді болды. Егерде сіздер осы ең соңғы тапсырмаға басқа сөйлемдерді жазатын болсаңыздар, оны өзгертпеуге әбден болады. Келесі тапсырма: сызбамен берілген мәліметтерді мәтінге айналдырыңыздар. Маңызды тұстарын талдап жазыңыздар. Сіздердің назарларыңызға 2016 жылдағы елдің жүк тасымалының проценттік көрсеткіші берілген. Дескрипторға назар аударыңыздар. Сызбадағы берілген мәліметтермен танысасыздар. Берілген сандық мәліметті мәтінге айналдырасыздар және мәтін жазу барысында арнайы терминдер мен ұғымдарды орынды қолданасыздар. Мен сіздерді тапсырманы ұқыпты орындайтындарыңызға сенімдімін. Өзіндік жұмыс: теміржол ел экономикасының тұғыры тақырыбында аргументті эссе жазыңыздар. Сөз саны 100-120 болуы міндетті. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айгүл Мұхсинқызы.